Талдықорған стадионында Ұлытау футбол клубы үй ойынын өткізді. Қарсыластар Талдықорған қаласының мықты командасының футболшылары болды. Ұлытау командасы футболдан Қазақстан біріншілігінің 2-ші лигасының жеңімпазы атанып бірінші орынға шықты. Ұлытау командасы кеше өз алаңында Талдықорған қаласынан Жетісу М командасымен кездесті. Алғашқы минуттардан бастап біздің команда бастаманы қолға алды. Қонақтардың қақпасына алғашқы голды Ұлытау футбол клубының 10-шы номерлі ойыншысы Әділет Омарбек соқты. Рамазан Алиоғлы мен Ерсұлтан Төреқұл есепті 2 есеге арттырды. Матчтың бірінші жартысы қонақтардың жеңілісімен аяқталды. Үй алаңындағы ойын шектен тыс тартысты өтіп, көрермендер көңілінен шықты. Соңғы минуттарда қарсыластардың шабуылына тойтарыс беріп, біздің команда жеңісті өздеріне алды. Ойын Ұлытау футбол клубының жеңісімен 3-1 есебімен аяқталды. Сезон прошел очень хорошо. Осы маусым өте жақсы өтті. Біздің алдымызға мақсат қойылды. Команда 19 ойында жеңісті қолдан берген жоқ. Тек бір ойында жеңіліске ұшырады. Ең бастысы біз жеңдік. Біз аймақтың даңқын көтереміз. Өйткені біздің облыста ұзақ уақыт бойы үлкен футбол болған жоқ. Ұлытау футбол клубы 2022 жылы құрылған және бір жылдың ішінде чемпион болып үлгерді. Келесі жылы Ұлытау футбол командасы жоғарғы дивизионды футболдан Қазақстан Республикасының бірінші лигасында ойнайтын болады. Ұлытау облысы футболдың дамуына елеулі үлес қосты және Қазақмыс корпорациясы футбол клубының ашылуына қолдау көрсетті. Және бүгінгі таңда компания клубқа жан-жақты қолдау көрсетуде. Ғалым Нұржановтың айтуынша 2025 жылға дейін әзірленген стратегиялық бағдарламада облыста футболмен айналысуға 3000-нан астам өскелең ұрпақ өкілдерін тарту жоспарлануда. Лайықты резервті ұрпақтар сабақтастығын дайындауға ерекше назар аударылатын болады. Бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңадан құрылған Ұлытау клубымыз жақсы ойын көрсетіп жатыр. Біздің жанкүйерлерді өзі Ұлытау облысын қуантып жатыр. Біз Қазақмыс бастапқы этаптан деп айтуға болады. Осы команда құрылғаннан бастап ақшалай көмек көрсетіп жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мына стадионда тұрық, мына стадионның жағдайы өте төмен тұғын. Ол біздің федерацияның тексерістерінен өте алмады. Сондықтан тағы да Қазақмыс тұрғысынан ақша бөлінді. Осы стадионды қалпына келтіру бойынша. Команда 3-ші тур аяқталғанға дейін мерзімнен бұрын чемпион атанып, Қазақстан футболының бірінші лигасына жолдама жеңіп алды. Атаулы жарыстың құрметіне салтанатты іс-шара ұйымдастырылып, футболшыларды жеңісімен құттықтауға облыс әкімі Берік Абдығалиұлы келді. Бүгін сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Енді жаңа облыс құрылғасын бізде ең үлкен алдымыздағы мақсат осы өңірімізде сол бұрынғы үлкен футболды жаңғырту болды. Осындай біраз ұсыныстар болып, осыны қолға аларда ардагерлермен де ақылдастық. Осы Қазақмыс корпорациясына біз шын жүректен өз алғысымызды айтамыз. Эдуард Викторович өзі қолдап, Нұрахмет Қанатұлы осы алғашқы футбол командасын осы басшылыққа білікті мамандарды шақырып деген сияқты сол үлкен бір жетістікке жетіп отырсыздар. Бүгінгі күні Ұлытау футбол клубы біздің мақтанышымыз. Ұлытаудың атын футбол саласында жаңғыртты. Осы жетістіктеріңіз, бүгінгі де жетістіктеріңіз жалпы бірінші осы лигаға өтулеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлытау футбол клубы 2023 жылғы маусымның 2-ші лигасының командалары арасында футболдан Қазақстан Республикасының біріншілігінде 20 ойын өткізіп, 1 жеңіліс пен 19 жеңіске жетті. Осы уақыт ішінде футбол клубы қарсыластарына 140-қа жуық гол соқты. Оның 32-сін Ұлытау футбол клубының шабуылшысы лиганың үздік бомбардирі Ерсұлтан Төреқұл соққан. Біріншіден осы Жезқазған Сәтбаев қаласының үлкен жеңісімен құттықтағым келеді. Бұл үлкен жеңіс ондаған жылдар болмады. Біріншіден мен ойлаймын, осы бізге тренерский және руководство қойған бізге задача дейді. Сол задачаны 100%-ке орындадық деп ойлаймын. Командада өте орысша айтқанда бәрі мықты футболистер, тек задача орындауға келдік. Задачаны орындадық деп ойлаймын.
енді 19 ойында 32 гол салдым. Біріншіден командама рахмет айтқым келеді, және де тренерский штабқа үлкен рахметімді айтқым келеді. Өйткені олар маған өте жақсы көмектесті. Білген үйретіп, содан көп нәрсе үйрендім. Қатысушылардың бірінші лигаға жолдама алу мақсаты орындалды. Енді команданың алдына жаңа міндеттер қойылуда, жаңа жеңістер жаңа маусымда. Гүлназ Амангелдіқызы, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы.